Мәкең жөнінде бір қызық айтып берейін. Бір күні осы Астанада мынау дін істер басқармасының басшысымен бірге отырғанбыз. Жорабек Абдулмажитұлы деген кісі болған. Өте жақсы кісі еді, Алла разы болсын. Сонда отырып бір кезде қаланың әкімшілігінен қоңырау шалып қалды ол кісіге. Бір әйел кісі кранның төбесіне екі әйел ме де екі кісі соны шығып алған, бір әйел кісі дейді де, соны түспей бір талап етіп жатқан ғой. Егер біздің талабы орындалмаса, біз секіреміз деп биіктіктен. Сонымен Жөкеңе айттым, Жөке онда бір имам жіберіп сөйлесейік. Сонымен жақсы деп кім жібереміз, сосын айттым, бізде жақсы үлкен, және кішкене спорттық өзінің несі бар, күші бар. Көріп қой енді жоғары. Мәкең жіберейік дедім. Сонымен жарайды, келістік, қысқаша айтқан кезде Мәкең жібердік. 40 метр биіктіктегі кран. Мәкең барып сөйлесіп мінеке Мәкең. Аман есен алып түсті сол әйелдерді. Дұрыс қой әйел. Біздің имамдардың еңбегін қарасаңызшы, осы тұрған барлығыңызда сондай еңбектер бар. Сізге Алла разы болсын.